Баршаңызға қайырлы күн, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін ешқандай қамыр жаймай, осындай жұқа етіп пельменнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бір дана осындай ақ пияз қажет болады. Ұсақтап турап алатын боламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Менде түрлі рецептілер бар, көріп шықсаңыздар болады. Каналыма кіріп және бөлісе кетіңіздер. Пиязымызды ұсақтап турап алдық, енді осындай укробымызды да ұсақтап турап аламыз. Өзіңізге қажетті ұнаған кез келген көкшөп түрлерін қолдана берсеңіз болады. Осылай екеуін де ұсақтап турап алғаннан кейін тартылған етіміздің үстіне барлығын салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және мен базилик салғанды ұнатамын. Базилик салып, барлығын жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Дайын болған фаршымызды барлығын бір келкі етіп шариктер жасап аламыз, дәл видеодағыдай етіп. Бізге ешқандай қамырдың қажеті жоқ. Бізге екі ыдыс қажет болады. Біріне су, салқын су және екіншісіне ұн салып, дәл осылай видеодағыдай етіп араластырып алып, ситаның көмегіменен суға, ұнға дәл осылай 3 рет қайталап алатын боламыз. Егер қамырыңыз қалыңдау болғанын қаласаңыз, 4 рет қайталасаңыз болады. Өте жеңіл, ешқандай да күш салмастан өте тез болады. Дәл осылай жасап, морозильникке көп мөлшерде істеп қойып, өзіңізге керек кезде пісіріп жіберсеңіздер болады. Енді қайнап тұрған суымызға дәміне қарай тұз салып, пельменімізді салып, піскенше 5-7 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін үстінен мұздай суық су құйып, ситаның көмегіменен сүзіп алатын боламыз. Сонымен біздің 5-ақ минутта осындай дәмді әрі жұп-жұқа болған пельменіміз дайын болады. Дәміне қарай үстіне мен әрі дәм беру үшін, әрі сән беру үшін осылай кетчуп, майонез және укроп септім. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Кез келген жасайым деген жандар жасауға болады. Өте дәмді, ешқандай да езіліп кетпейді. Жұмыртқа жоқ, езіліп кетеді деп қорқудың қажеті жоқ. Міндетті түрде жасап комментарийге бөлісе кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, пайдалы болу үшін басқалармен де бөлісе кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.